Мысалы, ең көтеретін болса, бұл негатив. Мына жерде 0. Если мысалы, 4-ке 5 табылады. Және де мына есептеуге фанта деген баспалмақпен азайту болған кезде біз сұрсақ көтереміз. Баспалмақ көтер, сонда жауап неше болады? 3. Иә. Бақылық деп айтылады. Ментальная арифметика, яғни қазір сіздер математика пәнін оқисыздар ғой, ол бастапқы математика болған жоқ, бастапқы арифметика болған, жай ғана есеп болған. Егер санап жасап ол болмаса 2 балл, 3 балл, ондай арифметика айтылады. Түсінікті ғой, иә? Керемет, Нұргүл апай, сәттілік сізге. Мен де қуанып отырмын.